Екі маңызды сабақ. Шәкірттер қателікті түсіндіретін адамға емес, өзіне жол көрсетуші адамға ұмтылады. Квинтилиан. Жетістікке жеткісі келетін кез келген адам үшін екі маңызды сабақ. Біріншісі, жақсы жетістік бар жерде, жақсы ұстаз бар. Қандай ақылды, оқыған адам болсаңыз да, ұстазсыз ештеңе шықпайды. Ұстаз сіздің арманыңызға жолды қысқартады, кең тараған қателіктерден сақтануға көмектеседі, ақшаны қолдануды үйретеді. Екінші, егер сіз тез арада жетістікке жеткіңіз келсе, өзіңіз қаржылық істеріңізде немесе мансабыңызда өзіңіз армандаған орындағы адамдарды назарыңызға алыңыз. Оны бақылаңыз. Бұл сізге тез ұстаз табуға көмектеседі. Егер сіз байқампаз адам болсаңыз, бір апта ішінде сәйкес адам іздейтін ортаны таба аласыз. Мен Бодо Шеферге алғаш жолыққанымда, мені өмірімді өзгертуге итермелейтін, шешім қабылдауға мәжбүрлейтін жағдай болды. Ол маған ойландыратын бірнеше сауал қойды. Біз біраз әңгімелестік. Содан соң ол, мен сізге неге әлі күнге дейін бай емессіз деп ойланып отырмын деп сұрады. Ол, мен бай болғым келеді ме, немесе мен қалай бай болуды білемін деген сұрақтар қойған жоқ. Жоқ, ол неге мен әлі бай емес екендігімді сұрады. Маған қойып отырған сұрақтарын кезінде өзіне ұстазы қойғандығын айтып өтті. Бұл сұрақтар келесідей. 5 зерделі сұрақ. Бірінші, егер сіз ойда жоқта жұмысыңыздан айырылсаңыз, кіріс көзінен, бар ақшаңызбен қанша өмір сүре аласыз? Барлық ортақ шығынды есепке алыңыз. Тамақ, киім-кешек, коммуналдық қызмет, қажет сапарлар және тағы да басқа. Сіздің шығарған қорытындыңыз сіздің қазіргі уақытқа дейінгі өміріңіздің нәтижесі. Егер бұл нәтиже сізді қуанта алмаса, демек сізге өміріңізге және кірісіңізді бөлуге деген көзқарасыңызды өзгерту қажет. Ақша, көлік, кілемдер, тұрмыстық техникасы сияқты заттарға қарағанда басқа сезімге бөлейді. Егер сізде ақша болмаса, сіз кілемдеріңізді сатуға бармайсыз. Бұл сіздің ойыңызға да келмейді. Ал егер ақшаңыз болса, сіз өзіңізді еркін әрі сенімді сезінесіз. Айтпақшы, бұл сұраққа көптеген адамның жауабы қуантарлық емес. Себебі адамдар ұзақ жылдар бойы жұмыс істей келе, қартайған уақытында дымсыз қалып жатады. Мен әртүрлі мемлекеттерге сапар шегемін және ересек жастағы шәкірттерім немерелеріне көмектесе алып, өздері де ғанибет алып өмір сүретіндей білім беремін. Менің ұстазым, мен алғашқы қадамнан бастадым және өз өмірімде жоғары деңгейге жеттім. Мен сенің жоқтан бастауыңды қаламаймын. Одан да менің білімімді, тәжірибемді ал да қолдан. Жоғарырақ деңгейден баста. Менің деңгейімде тоқтама. Ары қарай жылжы. Өмір әрқашан қызық әрі мазмұнды болуы тиіс деген болатын. Екінші, сіз ақшаны жеткілікті дәрежеде жинайсыз ба? Сіздің ойыңызша сіз одан да көбірек жинай аласыз ба? Егер сіз жинаған ақшаңыз болашағыңызды қамтамасыз етуге жетерлік деп есептесеңіз, онда мақұлдап жауап беріңіз. Егер сіз аз жинадым деп есептесеңіз, немесе мүлдем жинамаған болсаңыз, кез келген себепке байланысты жоқ деп жауап беріңіз. Қандай жағдай болмасын, сізге өзіңіздің қаржылық жағдайыңыз жөнінде ойлану қажет. Үшінші, сізде қаржылық жоспар бар ма? Көпшілігі жетістіктің негізгі жақсы қаржылық жоспар деп есептейді. Егер жоспарыңыз болса, жақсы. Менде де қаржылық жоспар болған. Алайда бұл ақшаны жұмсауға байланысты жоспар еді. Менің ақшам әлі болған жоқ, бірақ мен не сатып алу қажеттілігін алдын ала жоспарлап қойдым. Жоспарым келесідей еді. Мерзімі 2 аптадан соң былғары күрте, 1 айдан соң жаңа кір жуатын мәшине, 3 айдан соң жұмсақ жиһаз және жаңа ыдыс-аяқ, 5 айдан соң оқудың ақшасын төлеу, 7 айдан соң тұрмыстық техника алу, 1 жылдан соң пәтерде жөндеу жүргізу, 2 жылдан соң көлік сатып алу, 3 жылдан соң үйлену және той жасау. Менің үйімде жаңа кір жуатын мәшине, жаңа газ колонкасы, тон,
люстра болғанын мен мақтан тұттым. Менде ақша әлі болмады, бірақ мен оны қалай жұмсайтынымды білдім. Мен бұны жақсы қаржылық жоспар деп есептедім. Адамдардың көбінесінде осындай жоспарлар бар. Халықтың 98% өз істерін осылай жоспарлайды. Бұдан кейін осы айда біраз ақша тапқан сияқты едім, олар қайда ағып кетті деп таңданады. Бұның себебі сіздің тек ақшаны жұмсау жөніндегі жоспар болды. Ал негізінде ақшаны көбейту, кірісті ұлғайту, қаражатты үнемдеу туралы жоспар қажет. Менің сенуімше 3-5 жыл ақшаңызды басқарып, шығынды шектей отырып өмір сүру. Ал қалған өміріңіздің барлығын өз қалауыңызша сүрген артық. Бодо Шифр 5-6 жылда, көп дегенде 10 жылда сен қаржылық еркін адамға айналасың деген болады. Ал мен бұған 3 жыл ішінде қол жеткіздім. Себебі мен маған берілгеннен немесе жоспарланғаннан 2 есе артық жасап отырдым. Және әрдайым Иса пайғамбардың айтқан мына сөздерін естен шығармадым. Мен басқа пайғамбар мен қасиеттілердің айтқанына қарсы емеспін. Бірақ олар айтқаннан 2 есе артық жасауым керек. Мен де солай істедім. Тапсырма берілгенде мен одан 2 есе артық жасадым. Кеңес алу үшін оқытушыға 1 рет келу керек десе, мен 2 рет бардым. Және осылардың барлығы маған 3 жыл ішінде мақсатыма жетуіме көмек берді. Осы қағиданы сізде есіңізде сақтаңыз. Ондай жағдайда сіздің барлық жоспарларыңыз орындалады. Бастысы, өзіңіздің тек жақсыға лайықты екендігіңізді білу. Адам өзін кім деп есептесе, сол болып табылады. Сіз өзіңізді кім деп есептесеңіз, айналадағылар да сізді солай қабылдайды. Өзіңізді қалай сезінсеңіз, айналадағылар да сізге сондай қатынаста болады. 4. Өзіңізді салған салымыңыздың пайызына өмір сүріп жүрген уақытта елестете аласыз ба? Бұл ақша сізге қызмет істейтін уақыт, ол кезде кіріс шығыстан артық болады, және инвестициялау үшін бос қаражат қалады. Жауабын ойланып көріңіз және жағымды нұсқасын ойланып көріңіз. Қиялыңызды пайдаланыңыз және тек оң ойларды есте сақтауға тырысыңыз. 5. Сіз өз еңбегіңізге лайық ақша аламын деп есептейсіз бе? Біреулер иә деп жауап берсе, біреулер одан артыққа лайықпыз деп есептейді. Бірақ ең бастысы, мұндай сауалдар сіздің ішкі жағдайыңызды мүлдем өзгертеді. Егер сіз шынымен қаласаңыз, өміріңізді жақсы жағына қарай өзгерте алу мүмкін деген үміт пайда болады. Егер сіз бұдан да көп ақша таба аламын десеңіз, орныңыздан тұрып, еңбек етіп ақша табыңыз. Бастысы, өзіңіз үшін өз мақсаттарыңызға жететіндігіңізді, жете алатындығыңызды, өзіңіз қалаған өмірді сүруге лайық екендігіңізді шешу. Бұл 5 негізгі сұрақ. Сізге өз жағдайыңызды түсінуге, өткеніңіз туралы ойлануға, қазіргіңізді түсінуге, болашақтағы басты мақсаттарыңызды анықтауға мүмкіндік береді. Сізге оңай болу үшін қосымша бірнеше сұраққа жауап беріп көріңіз. Егер сіз көбірек ақша тапсаңыз, сіздің өмір сүру деңгейіңіз жоғары болар ма еді? Егер сіз жұмысыңызды беріліп жасасаңыз, сіздің өміріңіз қандай болар еді? Сіздің өміріңіздің сапасы қазіргіден артық болар ма еді? Енді сізге өз жауаптарыңыз туралы ойланып шешім қабылдау қажет. Сіз өмірде өзіңіз үшін барлығы оңай болғанын қалайсыз ба? Жоқ, барлығы өте жақсы болу үшін тырысуыңыз керек. Оңай жол үлкен мақсаттарға жол ашпайды. Сізде қиын мәселелердің аз болғанын қалайсыз ба? Жоқ, одан да өз шеберлігіңізді шыңдай түсіңіз. Мәселелер қалсын. Егер сіз шебер болсаңыз, бұл тек алдыңыздан шыққан күрделі мәселелердің шешілу негізінде ғана мүмкін болады. Бұл мәселелер сізді сонша ақылға үйретеді. Әйеліңіз немесе күйеуіңіз, туыстарыңыз, достарыңыз, әріптестеріңіз талапты азырақ қойғанын қалайсыз ба? Талаптардың аз болғаны әрине жақсы, алайда одан қорықпау керек. Алтын сынамасын жоғарылату үшін оны отқа күйдіреді. Бұл өмірдің заңы. Көп адамдар мұны біледі, алайда олардың өмірінде ештеңе өзгермейді.
олар ештеңе өзгерткісі келмейді, себебі олар кедейлік үйреніп қалған, немесе олар кедейлікке мойынсұнып кеткен. Сіздің блокнотыңызға бай адам дегеніміз ақшаны өзіне жұмыс істете білген адам. Ол ақша үшін емес, ақша сол үшін жұмыс істейді. Өз мүмкіндіктеріңізді әрқашан ақшадан жоғары қойыңыз. Сонда ақша сізге өзі келіп қызмет ететін болады. Егер адам өз мүмкіндіктерін ақшадан төмен қойса, ақша сіздің не жеп, не киіп, демалысқа қайда баратыныңызды, жақындарыңызға не сыйлайтыныңызды анықтайтын болады. Өз өміріңіздің сапасын өзіңіз айқындау үшін мүмкіндіктеріңізді ақшадан жоғары қойыңыз. Ақша өмірдегі ең маңызды зат емес, алайда ол жетіспесе маңызды затқа айналады. Барлық қиындықтар мен кедергілер арқылы соңғы нәтижені көре білетін, сонымен қатар өзінің бастапқы арманын есінен шығармайтын адамдар жетістікке жетеді. Егер сіз өзіңіздің армандағандай өмірге лайықтымын деп есептесеңіз, сізге ақшаны басқаруды үйрену қажет. Себебі ақша сіздің қандай деңгейде екендігіңізді анықтайды. Жақсы ұстаз өз еркіңізбен өзіңіз ешқашан жасамайтын заттарды жасатады. Бұл сіздің қабілеттеріңізді ашуға көмектеседі. Егер бай адам болғыңыз келсе, ешқашан үрдіс үстіндегі адам болмаңыз. Әрқашан нәтиже шығаратын адам болыңыз. Сіздің өмірде қол жеткізгеніңіздің барлығы табанды түрде кедергілерден өтудің нәтижесі. 3-5 жыл ақшаңызды басқарып шығынды шектеп өмір сүріп, ал қалған өміріңіздің барлығын өз қалауыңызша сүрген артық. 5 дұрыс сұрақ. Егер сіз ойда жоқта жұмысыңыздан айырылсаңыз, бар ақшаңызбен қанша өмір сүре аласыз? Сіз жеткілікті деңгейде ақша жинайсыз ба? Сізде қаржылық жоспар бар ма? Өзіңізді салған салымыңыздың пайызына өмір сүріп жүрген уақытта елестете аласыз ба? Сіз өз еңбегіңізге лайық ақша аламын деп есептейсіз бе? Байлыққа апаратын 5 негізгі сұрақ. Бірінші, ақшамен қандай қатынаста болу керек? Екінші, ақшаны қалай дұрыс жинау керек? 3. Инвестициялау жолы қандай? 4. Ақшаның рахатын қалай көруге болады? 5. Қалай көп ақша табуға болады? Белгілі мақсаты бар адам өте күрделі жолмен де алға жүріп отырады. Ал мақсаты жоқ адам жазық жолмен де ілгерілей алмайды. Карлейл. Бұл жауабын әрбір адам білуі тиіс 5 сұрақ. Есіңізге сақтаңыз. Бай адам болу үшін алдымен өз ақшасын басқара білу қажет, және бай адамдар секілді ойлай білу керек. Адамдар алдымен ақылды, содан соң бай болады. Бай адамдар ақша үшін емес, шеберлік үшін, шыңдалу үшін жұмыс істейді. Өз істерінің шебері болғаннан кейін өз жұмыстарынан рахат алады. Себебі олар өз істеріне деген құштарлық пайда болады. Өз істерінен тек шебер адамдар ғана ғанибет ала алады. Тіпті өлім бізден нені тартып ала алмайтынын білесіз бе? Бізбен не мәңгілік қалады? Бұл біздің шеберлігіміз, біздің қабілетіміз, олар бізбен мәңгілік бірге. Сондықтан, егер бай адамның байлығын тартып алса, бірнеше жылдан кейін ол қайтадан байып кетеді. Себебі өз байлығынан айырылса да, ол өз білімін, ойлау қабілетін, шеберлігін, яғни оны бай адам қылған барлық қасиеттерін өзінде сақтайды. Осыған байланысты ежелгі грек философы Биант жөнінде өнегелі әңгіме бар. Парсы патшасы Кир Ионадағы Приена қаласын басып алғанда, тұрғында өзінің ең қымбат заттарын алып қаладан кете бастайды. Бірақ Биант ғана ештеңе алмастан шықты. Оның бұл ісіне таңданған қала тұрғындары Бианттан неге құр қол шыққандығы жөнінде сұрай бастады. Оған философ былай деп жауап берді. Менікінің барлығы өзіммен. Бұл арқылы ол өзіндегі білімнің материалдық құндылықтардан артық екендігін жеткізген болатын. Шындығында да, біраз уақыт өткеннен кейін көптеген қала тұрғындары бар заттарын айырылып, нанға қалай ақша табу жолын білмей жүрді. Ал Биант болса 7 данышпанның бірі бола отырып, адамдарға білім беріп, одан түскен ақшамен тіпті басқа тұрғындармен бөлісіп отыр. Оның айтқан сөздері қанатты сөздерге айналды. Бірақ өмір көп қырлы. Сондықтан ақшаны
Сізді қоршап тұрған ортамен байланыссыз бөлек қарастыруға болмайды. Алдымен сізге неліктен бай болғыңыз келеді, соның себебін білу керек. Егер күніне 100 рет мен бай болғым келеді, мен баймын, мен өте бай адаммын деп айтсаңыз, сіз бай бола аласыз ба? Ақша байлықтың көзі емес. Түрінен қуаныш пен бақыт нышаны байқалмайтын бай адамдар да бар. Сіз неге бай болғыңыз келеді деген сұраққа жауап іздеп көріңізші. Себеп болу керек. Осы себеп өміріңіздің мақсатымен байланыста болады. Менің сауалыма жазбаша түрде жауап беруге болады. Бірақ кімнің бай болғысы келмейді, барлығы қалайды деген қарабайыр тіркестер жазбаңыз. Ол себеп сіздің ішкі бағытыңызды, сіздің армандарыңызды, сіздің өмірге деген көзқарасыңызды көрсетуі тиіс. Ол құрдастарыңыздың көзқарастары емес, тек сіздікі болуы тиіс. Біріншісі, ақшамен қандай қатынаста болу керек? Ақша қоғамдық жетістіктің өлшемі. Клейсон. Сіздің ақшаға деген көзқарасыңыз. Ақшаны бөлек қарастыруға болмайды. Сіз не үшін бай болғыңыз келеді? Сізге себеп қажет. Енді бірнеше сұраққа жауап беріп көріңіз. Сіз ақшаға қалай қарайсыз? Ақша сізге тіршілік ету үшін қажет пе, әлде жақсы өмір сүру құралы ма? Ақша адамды бұзады ма, әлде ақшаның болмау кесірінен отбасылы не бақытты бола алмадыңыз ба? Әркімнің өз көзқарасы бар. Есіңізге түсіріп көріңіз. Бала күнімізде қандай әңгімелер еститін едік? Ақша адамды бұзады, кішкентай балаларға ақша беруге болмайды. Сіз бай адамның рақымды болғаны туралы фильм көрдіңіз бе? Біз бай адамдарды жоқ қоғамдық құрылыста өсіп ержеттік. Кейбір адамдар басқаларынан жағдайы сәл жақсырақ болды, бірақ бай болмады. Барлығы көп ақшалы болудан қорықты. Егер сізде 2 велосипед, әдемі көлік және шатырыңыз басқалардан биік болса, бұл сырттай мінеушілікке себеп болатын. Қазіргі жастарда өмірге жаңа көзқарас қалыптасқан. Алайда едәуір адамдар әлі де бұрынғы көзқарасты ұстануда. Заман өзгерді. Алайда көп адамдардың санасы әлі де жаңа өмір тәртібіне үйрене қойған жоқ. Сондықтан олар, мен көп ақшаны не қыламын? Жанұяда тыныштық болса, ұрыс-керіс болмаса, балалардың дені сау болса болды деп ойлайды. Үлкен ақша мұндай отбасыларға бақытсыздық алып келуі мүмкін, себебі бай отбасыларда барлық жақсы болмайды деген мысалдарға сенеді. Жиі мұндай ақпараттар біздің еркімізге қарамастан саналы деңгейде жұмыс істейді. Кей кездері біз бай болғымыз келеді, бірақ өзіміз байқамастан ақшаны алыстатамыз. Діни адам былай ойлауы мүмкін. Көп ақшаның салдарынан жұмаққа түсе алмаймын. Мен бай болмасам да жақсы адал адаммын. Бай адамдарға қараңызшы, олар саясатқа араласады, заңды бұзады, адамдарды алдайды. Бұл қате түсінік. Әлемде бай және адал адамдар көп. Сіз де өзіңіз армандаған жоғары дәулеттілікке лайықсыз. Сіздің әр қолыңызда 5 саусақ бар. Сіздің бір саусағыңыз басқасынан қажеттірек деп ойламайсыз ғой. Барлық саусақтарыңыздың маңыздылығы бірдей. Енді саусақтарымызды біртіндеп бүге отырып, әр адам үшін маңызды заттарды талқылайық. Бірінші саусақ сіздің отбасыңыз, отбасылық тыныштығыңыз. Сіздің жанұяңыз қамсыз болуы тиіс. Болмаған жағдайда сіз тыныш өмір сүріп жұмыс істей алмайсыз. Екінші саусағыңыз денсаулығыңыз. Бұл жерде артық түсіндірудің қажеті жоқ. Үшінші саусақ бұл ақша. Ақша отбасы мен денсаулық тәрізді маңыздылыққа ие. Кей адамдар алдымен ақша табу үшін денсаулығын құртады, ал сосын денсаулығын қалпына келтіру үшін тапқан ақшасын жұмсайды. Осылайша өмір өтеді. Төртінші саусақ бұл өз-өзіңізді сезіне білу. Өз-өзіңізді сезіне білу бұл өзіңізді өмірде кім ретінде сезіну жолы. Әдетте бұл жағдайға ешкім көңіл аудармайды. Сондықтан көңіл күйде де, жұмыста да өзгерістер болып тұрады. Өзіңізді жақсы сезіну үшін өмірде өзіңізді кім деп ойлайтыныңыз, кім деп көрсеткіңіз келетіні, кім деп сезінетініңізді анықтап алу қажет. Сонда әр күніңіз нәтижелі болатыны анық. Егер адамның көңіл күйі жақсы болса, жұмысы да өнімді болады. Ал егер жұмысы жақсы жүрсе, демек жұбайы да, балалары да риза болады. Бесінші саусағыңыз. Бұл өміріңіздің мақсаты. Барлық айтылған заттардың маңыздылығы бірдей. Алдымен қызмет, содан кейін ғана тұрмысқа шығу немесе үйленуге болады деп есептейтін адамдар да бар.
немесе алдымен ақша табу керек, қалғаны содан соң белгілі болады. Бұл көзқарас дұрыс емес. Өмірдің барлық саласы бірдей маңызды. Өмірді кейінге қалдыруға болмайды. Энергияның 4 түрі. Бірінші дене, сана, жан, рух. Сыртқы және ішкі энергияның 4 түрінің гармониясы сізді жетістікке жеткізеді. Бірінші дене. Сіз спортпен шұғылданып, дене бітіміңіз жақсы болса, сәйкесінше өзіңізге сенімді адам боласыз. Физикалық дамуды елемейтіндер осы әрекетмен адамда балалық шағынан бастап қалыптасқан дене мен сананың үйлесімін бұзады. Енді жүріп үйренген бала тоқтамай қимылдайды, жүгіреді, секіреді, домалайды, ағашқа шығады. Осы арқылы өз ақыл парасатының дамуын қамтамасыз етеді. Дене шынықтыру жаттығулары адам миының белсенділігіне ықпал ететіндігі бұрыннан бері дәлелденген жағдай. Кез келген спорт жаттығулары және ең қарапайымдары да ойлау үрдісін ынталандырады. Сондықтан көп адамдар жаяу жүру кезінде жақсы ойланады. Сіздің рухани жағдайыңыз тікелей дене жағдайыңызбен байланысты. Екінші сана. Сіздің санаңыздың мүмкіндіктері шексіз. Өзіңіздің есте сақтау қабілетіңізді, ойлау қабілетіңізді, интеллектуалды қабілетіңізді арттырып отырыңыз. Сіздің санаңыз ең батыл армандарыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Сіздің қабілетіңіз мүмкіндіктеріңізді, соның ішінде қызметтік мүмкіндіктеріңізді анықтайтын құрал екенін есіңізден шығармаңыз. Аралар туралы әңгіме. Аралар не істей алады және олардың қабілеттері қандай? Аралар бал жинай алады, өз үйлерін сала алады. Сонымен бірге жәндіктер арасында тек араларда ғана сәулетші қабілеттері бар. Гүлдерді тозаңдандырады, кеңістікке жақсы бейімделеді, ұрпақ қалдырады, өз үйін қорғайды. Кеңістігіне басып кіргенде аралар не істей алатындығы барлығына мәлім. Аралар бір-бірін тани алады және бір-біріне ақпарат бере алады. Сонымен қатар олар қажетті температураны сақтап тұра алады. Аралар 49 қабілетке ие екен. Оның миында неше жасуша бар екені білесіз бе? Тек 10 000 жасуша. Адамдар көп жағдайда аралар секілді өз мүмкіндіктерін қолдана алмайтындығы өкінішті. Адамдағы 360 000 жасуша мүмкін емес. Ғалымдардың есептеуі бойынша оларды көп қабатты үй секілді бір-біріне қабаттап қойса, оның биіктігі айға 14 рет барып қайтатындай аралыққа тең болушы еді. Үшінші жан. Барлық ата-аналар өз балаларын жақсы көреді және оларға білім беру үшін жұмыс істеп ақша табуға тырысады. Жалпы қарағанда, оларға жұмыс емес, балаларының білім алуы керек. Бұл ата-ананың махаббаты оларды бала емес, махаббат жұмыс істеуге итермелейді. Бір қызығы, ата-аналар дарынды балаларды қаттырақ жақсы көреді. Егер ер адам әйел адамды жақсы көрсе, ол өз махаббаты үшін өмірін қиюға дайын болады. Оның қалағанның барлығын жасайды. Бұл махаббаттың күші болып табылады. Адам сүйген кезде тауды да қопаруға дайын болады. Жанның мұндай жағдайы шабыттану, кез келген істе таң қаларлық нәтижеге жетуге мүмкіндік береді. Қиын кезеңдерде, ауыспалы уақыттарда ер адамдармен салыстырғанда әйелдер жылдам өзгеріп бейімделеді. Өзгеріп бейімделуге аналық сезім ықпал етеді. Әйелдермен салыстырғанда ер адамдар парасаттырақ болып, баяғыда естіп, қабылдаған ескі ақпаратты қолданып, торығуға тап болады. Және бұл мүмкін емес, мұндай жағдай ешқашан болмаған деп ойлайды. Ер адамдар үйреніп болғанша, әйелдер едәуір жетістіктерге қол жеткізеді. Тіпті ер адамдар да белгілі жетістіктерге жетеді. Әдетте бұл қасында жігерлендіретін әйелдің болуына байланысты. Әйел тек қымбаттым, қалай ойлайсың, мүмкін былай жасармыз деп ұсыныс жасай алады. Әйел адам ой тастайды, ал ол ойланып, саралап, солай жасау мүмкіндігін қарастырады. Ал содан соң әрине барлығына өзі жеткенде кейіп танытады. Бір құпия бар. Жетістікке жеткен кез келген ер адам, біреу көмектескен жағдайда да барлығын өзім жасадым деп айтады. Кез келген жетістікті ол өз жетістігім деп есептейді. Оған қуанады және бұл оған сенімділік береді. Ал егер әйел адам жетістікке жетсе, ол мұны жай ғана кездейсоқтық деп есептейді. Нақыл, байлық, жетістік және махаббат. Бір әйел үйінен шығып бара жатып, өз кіре берісінде ұзын ақ сақалды 3 шалгүді көреді.
Әйел оларды танымай былай дейді: мен сіздерді танымаймын, бірақ сіздердің қарындарыңыз аш болар. Өтінемін, үйге кіріп бізбен бірге түскі ас ішіңіздер. Біз үйге бірге кірмейміз дейді олар. Неге екенін білуге болады ма? Ақсақалдардың бірі әрқайсына нұсқай отырып түсіндіреді. Оның аты байлық, ал екіншісінің аты жетістік, менің атым махаббат. Үйіңе қайтып бар да жолдасыңмен ақылдас, қайсымызды шақыратындарыңды. Әйел адам үйіне барып болған жайды күйеуіне айтады. Күйеуі қуанып былай дейді: қандай жақсы, байлықты шақырайық, біздің үйімізге кіріп молшылыққа толтырсын. Әйелі күйеуімен келісетініне сенімсіз болып: қымбаттым менің, бізге неге жетістікті шақырмасқа? Махаббат дұрыс сияқты, деді барлығын естіп жүрген қызы. Ойлаңдаршы, үйіміз махаббатқа толса қандай керемет болады. Қызымыздың айтқанын жасайық, дейді күйеуі әйеліне. Шық та махаббатты біздің қонағымыз болуға шақыр. Әйел шығып үш ақсақалдан сұрады: сіздердің қайсыларыңыз махаббатсыз? Өтінемін, жүріңіз, біздің қонағымыз болыңыз. Ақсақалдардың біреуі тұрып үйге беттеді. Қалған екеуі тұрып оның соңынан ерді. Таңданған әйел жетістік пен байлықтан қарап: мен тек махаббатты шақырдым, сіздер неге еріп келе жатырсыздар? Олар былай дейді: егер сіз тек байлықты немесе жетістікті шақырсаңыз, басқалары сыртта қалар еді, ал сіз махаббатты шақырдыңыз. Ол қайда барса да, біз соның соңынан ереміз. Төртіншісі рух. Рух үш қуаттың энергия үйлесімі нәтижесінде пайда болады. Кей адамдар мен рухани жағынан дамып жетіліп жатырмын дейді. Маған ақшаның не керегі бар? Материалды жағдай мені қызықтырмайды. Мен оның барлығынан жоғарымын, бірақ үйді қалай іргетассыз салуға болады? Іргетас қажет. Мұнда да дәл сондай жағдай. Дене бітімің сау болмаса, рухани да дами алмайсың. Сіздің денеңіз физикалық объект, оның өзінің қажеттіліктері бар. Сіздің рухани жағдайыңыз көбінесе сіздің физикалық жағдайыңызға байланысты. Дені саудың жаны сау деген халық даналығы бекер айтылмаған. Рух күштілігі сіз барлығын ойланып шешім қабылдаған кезде білінеді. Сіз кедергілерге қарамастан жеңісті көксейсіз. Сіздің болашағыңыз рухани күштілігіңізге тәуелді болып табылады. 4 сыртқы энергия 4 ішкі энергияны тартады. Біріншісі ақша. Сіз көп ақша тапқан сайын өзіңізді жақсы сезінесіз және өзіңізді қайырымды сезінесіз. Алайда қайырымдылықта да түрі болады. Әлсіздіктен туындаған қайырымдылық пен күштің негізінде пайда болған қайырымдылық. Адамдар байлықты әртүрлі қабылдайды. Біреулері ақша пайда болғанда тәкаппар және басқаша амандасатын, тіпті кейде амандаспайды, басқа адамдарды елемей кетеді. Ол өзін маңызды сезініп, басқаларға жоғарыдан қарап, ылғи жұмыс бастыққа жүгініп, жиналыстар туралы айтып, туыстарымен араласпай, тіпті маңызды іс шараларға шақырса да бармайтын болып кетеді. Ол қырсық, қазымыр, мінегіш болып кетеді. Оған тіпті тамақ ұсынған ыдыс немесе оған деген ықылас ұнамай отырады. Себебі оның қайырымдылығы әлсіздігінен болып табылады. Егер ондай адамның ақшасы одан сайын көбейсе, ол өзін жоғалтып алады. Шынайы өмірмен байланысын жоғалтады. Әлсіздіктен туындаған қайырымдылық барлығынан көрініс табады. Сіз ақша жинайсыз ба? Біреулер былай деуі мүмкін: егер мен көп ақша тапсам, жинайтын едім. Алайда бұл жалған. Көп деген ұғым сізді өзгерте алмайды. Егер сіздің қайырымдылығыңыз әлсіздіктен туындап отырса, ақша көбейген сайын сіздің әлсіздігіңіз арта түседі. Егер сіз ішімдікке бейім болсаңыз, одан көп іше бастайсыз. Егер сіз дүкенге баруды жақсы көрсеңіз, ертеден кешке дейін дүкен аралайтын боласыз. Егер саясатқа қызықсаңыз, билікке жету үшін ақша жұмсайсыз. Ақша электр қуатын бөлетін генератор тәрізді. Үйді жарықтандыруға, үй жұмыстарын бітіруге, тамақ пісіруге мүмкіндік береді. Алайда егер қауіпсіздік ережелерін білмесе, қарапайым заттардың өзі қауіпті болуы мүмкін. Егер сіздің жұбайыңыз сізге түрлі жағдайларды байланысты, тіпті мардымсыз заттарға қатысты болсын, жиі наразылық білдіріп, талап қоятын болса, сіз оның еркіне көніп мақұлдайсыз. Алайда неге екені белгісіз талап көбейе түседі. Немесе сіз әрдайым ұрсып, ызыңдап отыратын адаммен жұмыс істеп отырасыз. Және сіз не істесеңіз де, қалай тырыссаңыз да, оның көңілінен шықпайсыз. Ол ызыңдауын тоқтатпайды. Себебі көп деген ұғым әдетте өзгертпейді. Мінезге ықпал ете алмайды. Ақша сізге пайдасын тигізіп, бақытқа бөлеу үшін сізге кей заттарды білу керек. Қайырымдылық күштіліктен туындауы тиіс. Күшті болғанына байланысты қайырымды адамдар бар.
олар бай болған сайын бұдан да қайырымды бола түседі. Әдетте өз күшімен барлығына жеткен бай адамдар шын мәнінде өте қайырымды болып табылады. Олар біреуге қолдау көрсетуді, біреуге шынымен көмектесуді армандайды. Олар өз білімдерін үйрету үшін жақсы шәкірт тапқысы келеді. Себебі олардың қайырымдылығы күштілігінен туындаған. Сондықтан өзіңізді басынан бастап өзгертіңіз. Қайырымдылығыңыз күштілігіңізден туындасын. Кейін сіз көп затқа қол жеткізгенде бұл жақсы істеріңізден көрінуі тиіс.